Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге бүгін вафлиді дайындап көрсетем. Ең алдымен бізге осындай жұмсақ май керек. Оны газге ысытсаңыз да болады, или істемей тұрып, осыны бастамай тұрып, бір 2 сағатта бұрынба шығарып қойсаңыздар болады. Сол кезде еріп тұрады. Енді осы майға 200 грамм май, оған қант қосамыз, яғни шекер. Мына шекерді қосамыз. Сөйтіп миксермен жақсылап араластырамыз. Міне біз жақсылап миксермен араластырып алдық. Енді оған електен өткізілген ұнды саламыз. Міне, ұнды саламыз бұлай. Сосын жұмыртқа саламыз, обязательно 5 жұмыртқа. Беш жұмыртқа қосамыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, мен барлығын араластырып алдым. Жұмыртқаны, ұнды барлығын бірге араластырып алдым. Болғаннан кейін, қараңыздаршы, түсі қандай күшті. Сап-сары ғой, қолдың жұмыртқасы да менде сап-сары болып тұр, күшті болып тұр. Енді осыны вафельницаға салып пісіре береміз. Мынау қоюлығы осындай болу керек. Қаймақ сияқты осындай қою болу керек. Сол кезде өте күшті болып шығады. Осылай майлап алсаңыздар да болады. Өйткені жабысып қалу, біріншісінде жабысып қалуы мүмкін, одан кейін май жақпай істей бересіздер. Әр салған кезінде қасықтарыңызды толтырмай, осылай жартысынан немесе 1,5 қасықтан солай салып отырсаңыздар болды. Менде негізі вафельницам осындай жасыл жанады, қызыл жанып тұр ғой, жасыл жанады, сол кезде ол пісті деген сөз. Осылай қызарып піскеннен кейін аласыздар да, міндетті түрде бірден оны орайсыздар. Егер тез орамаған жағдайда ол вафлиңіз сіздің даже 1 минутқа жетпей жаңағыдай қатып қалуы мүмкін да. Сол үшін міндетті түрде ала салып бірден ораңыздар. Мына вафлиге қараңыздаршы, сап-сары қолдың жұмыртқасынан дәмі деген вообще күшті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, дәмін енді өздеріңіз татып көрмесеңіздер, енді сөзбен жеткізіп айта алмаймын. Міндетті түрде лайк басып жазылып кетіңіздер.